заманның заңғар тұлғасы Ілияс Жансүгіров. Ілияс Жансүгіров 5 мамыр 1894 жылы Алматы облысы Ақсу ауданында дүниеге келіп, 26 ақпан 1938 жылы дүниеден өткен. Қазақ ақыны, драматург, журналист, аудармашы және қоғам қайраткері. Қазақстан жазушылар одағының тұңғыш төрағасы. Алғашында өз әкесінен ауыл молдаларына сауат ашқан. Кейіннен Қарағаш ауылында жәдитше бастауыш мектепті бітіреді. Орта жүздің Найман тайпасы Матай руынан шыққан. 1919 жыл Ташкентке 2 жылдық мұғалімдік курсқа түседі. Оқуын бітірген соң өз ауылында мұғалім болып, кейіннен тілші газетінде қызмет атқарады. 1922 жылы Алматыда Қазақ ағарту институтының меңгерушісі болып тағайындалады. 1925 жылы Мәскеуге журналистика институтына оқуға түседі. 1928 жылы институт бітірген соң еңбекші қазақ газетіне қызметке жіберіледі. Жансүгіров шығармалық жұмыспен қатар Қазақстан жазушылар одағының ұйымдастыру ісіне де белсене қатысқан. Бұрынғы қазақ АПП таратылған соң 1932 жылы жазушылар одағының ұйымдастыру комиссиясының төрағасы болып сайланады. 1934 жылы өткен бірінші съезде Қазақстан жазушылар одағының алғашқы төрағасы болып сайланады. 1934-1937 жылдары қазақ саяси баспасының редакторы болып қызмет етеді. 1933-1936 жылдары қазақ АКСР ОК-нің мүшесі. Ілияс Жансүгіровтың шығармалары. 1907 жылы Сарыарқа және тілек өлеңдері. 1923 жылы Байшұбар. 1926 жылы балаларға тарту. 1928 жылы Сығанақ атты алғашқы шығармалар жинағы. 1929 жылы Күй поэмасы. 1931 жылы Кек және Түркібас пьесасы. 1934 жылы Күйші поэмасы. 1936 жылы Исатай Махамбет пьесасы. 1936 жылы Құлагер поэмасы.